9 май күні Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Мирзиёев әмели сапарменен Москваға барды. 5 районда жаңа жастар орайы имараты құрылады һәм 100% Қарақалпақстан жастар орайы менен тәмінленген есептелінеді. Президент фарманына бола енді жекеменшік клиникаларда бипул болады. Ассаламу алейкум. Өткен хаптедегі жаңалықтарды жарыту мақсатында біз хапте дайджестін баслаймыз. Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Мирзиёев 8 май күні Ташкент қаласындағы жеңіс бағына барды. Екінші жаһан ұрысының тамамланғанына дерлік 81 жыл толды. Сонша уақыт өтсе де, ұрыстың ащы тарихы ол келтірген шексіз қайғы һәм мұсибетлер адамзаттың ядынан шыққан жоқ. Керісінше, бұл қорқынышлы естеліктер бізге тыныштық һәм татулықтың қаншалықты бейбақа байлық екенін барқылай есетіп тұрды. 9 май еслеу һәм қадірлеу күні тикарынан міне осындай мазмұнды жәмлеген. Мемлекетіміз басшысы жеңіс бағында осы сән мүнәсәбәті менен шөкелместірілген еслеу мәресіміне қатынасты. Дәстүрге муафиқ президент Шавкат Мирзиёев мәртлік естелігіне гүл қойды. Бұл саулатлы естелік ұрыста халқымыздың шеккен азап ақыреті, мәртлік һәм жоғалтулардың көрінісі болып табылады. Мағлұматларға қарағанда фашизмге қарсы қалу ұрыста 6 миллион 800 мыңды құраған халқымыздан дерлік 2 миллионы қатынасқан. Соннан 540 мыңға шамаласы қайтыс болған. 158 мыңы бидарик жоғалған. 50 мыңнан асламы концлагерлердегі азаплар себеплі қайтыс болған. 60 мыңнан асламы майып болып қайтқан. Өзбексталы әскер һәм офицерлерден 214 мыңға шамаласы жауынгерлік ордені һәм медалар менен сыйлықланғаны олардың мәртлігінен дерек береді. Мемлекетіміз ұрысшыларында фронттың бекем тәмелену базасына айланған. Сауаш майдаларында оғада үлкен мұғдарда әскери техника, құрал жарақ, киім-киімчек һәм азық ауқатлар жеткеріп тұрған. Оғада ауыр шарайтқа қарамастан халқымыз ұрыс аймақтарынан көшіріп келінген 1 миллион 500 мыңға шамалас адамды, соның ішінен ата-анасынан айырылған 250 мың жетім балаларды өз құшағына алып мехір көрсеткен. Ләжда Өзбекстан құраллы күшлері, мемлекеттік һәм жайметлік шөкімлер уәкілдері, мәхәлле белсенділері һәм нұрайынлерде қатынасты. Бұл естелікке гүл қойды. Сол күні 8 май күні Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің басшылығы Аманбай Орынбаев байрам мұнасабеті менен Нүкіс қаласындағы қасіретлі ана естелігіне гүлшеңбер қойды. Екінші жер-жүзілік ұрыста құрбан болғандардың естелігіне құрмет көрсетіп, сол күннің өзінде Аманбай Орынбаев басшылығында ұрыста қатынасқалардың қалынан хабар алынып, президент сауғасы тапсырылды. Конечина Мария Ивановна 1929 жылда Украинада туылған. 1944 жылы армия қатарына шақырылып, ұрысқа атланған. 1994 жылы эвакуациялық әскери бөлімі госпиталында қызмет еткен. Бұл жерде сауашта жарақат алған жауынгерлерге медициналық жақтан жәрдем көрсетіп, жеңіске өз үлесін қосқан. Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің басшылығы Аманбай Орынбаев бүгін арамызда өмір сүріп атырған ұрыс қатынасушысы Мария Иванованың шаңырағында болды. Президент тапсырмасы тикарында ұрыс қатынасушыларының һәр біріне 30 миллион сом мөлшерінде бір мәртелік ақшалай сыйлық берілді. Мария Ивановаға да бір мәртелік ақшалай сыйлық, сондай-ақ президент сауғалары, Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесі, министрлер кеңесі, Арқа-Батыс әскери округі, Нүкіс қаласы хакімлігі һәм бір қатар шөкімдер атынан бақалы сауғалар тапсырылды. 5 районда жаңа жастар орайы имараты құрылады һәм 100% Қарақалпақстан жастар орайы менен тәмінленген есептелінеді. Соңғы жылдары Нүкіс қаласы һәм 11 районда жамы 52,6 миллиард сом қаржы есебінен 13 заманауи жастар орайы құрылды. Осы жылы және 5 районда Амудария, Елліқала, Төрткөл, Тақиятас һәм Нүкіс районларында жаңа жастар орайының құрылысы режелестірілген һәм бұл жобалар бойынша құрылыс жұмыстары әлі қашан басланған. Жастар орайы бұл жастардың бос уақытын мазмұнлы өткеру, жастарға байланысты қарарларды әмелге асыру һәм бәнтлік мәселелері бойынша іс алып барушы орайы есептелінеді. Сондай-ақ бұл орайларда перзенттеріңіз шеттілері, IT тараулары, шахмат дөңгелеклері сияқты түрлі келешек кәсіплерін бипул үйренуі мүмкін. Төрткөл, Беруни, Елліқала һәм Амудария районларында 45 миллиард сом есебінен заманауи туу комплекслері іске түсіріледі. Қарақалпақстан Республикасы құрылыс һәм үй-жай коммуналдық қожалығы министрлігінің мәлім етуінше, Қарақалпақстанда 67 медициналық мекемелерінің құрылыс оңлау жұмыстары алып барылған. 2023-2025 жылдар давамында республика денсаулықты сақлау тарауын рауажландыру мақсатында 253 миллиард 395 миллион сомлық ірі жобалар әмелге асырылған. Сонан 61 миллиард сом есебінен республикалық қыстаулы медициналық жәрдем орайы Қарақалпақстан филиалына заманауи толық үскенеленген жаңа имараты пайдалануға тапсырылған. 11 миллиард сом мөлшерінде
тез жәрдем орайы аймақтық филиалы үшін жаңа имарат құрылған. 8 миллиард сом қаржы есебінен болса, медициналық мекемелерінің материалдық техникалық базасы бекемленген. Сондай-ақ Төрткөл, Беруне, Елік қала һәм Амудария районларында 45 миллиард сом есебінен заманауи туу комплекслері іске түсірілді. Өткен хаптеде президент бір қатар ресми ұшырасуларды әмелге асырды. Атап айтқанда 3 май күні президент Шавкат Мирзиёев Азия рауажлану банкі басқарушылар кеңесінің 59-ші сессия ләжларына қатынасу үшін Самарқандта болды. Президент Корея Республикасы бас министрінің орынбасары, экономика һәм қаржы министрі Күйен Чхол басшылығындағы һәм Япония қаржы министрі Сацуки Катаяма басшылығындағы делегацияны қабыл қылды. Соның менен бірге Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Мирзиёев Самарқанд сапары шеңберінде Азия рауажлану банкінің президенті Масато Канда басшылығындағы делегацияны қабыл қылды. Ұшырасу алдынан Азия рауажлану банкі басшысы мемлекетіміз жетекшісіне банк басқарушылары кеңесінің 59 жылдық мәжілісіне Өзбекстанда өткеріліп атырылғанын қолдап қуатлағаны һәм көрсетілген жәрдемі үшін шын жүректен minnettarchilik білдірді. Өзбекстан һәм Азия рауажлану банкі арасында кең көлемлі, өзара пайдалы бірге істесудің әмели тарифлерін додалады. Бірге істесуді әмелге асырылған жұмыслар һәм жетістіктерді атап өтті. Өткен 30 жылда Азия рауажлану банкі Өзбекстанның хақиқи стратегиялық шерігіне айланғаны, жойбарлар портфелі дерлік 16 миллиард долларды құрамақта. Операциялар көлемі бойынша Өзбекстан банктың региондағы ең ірі шеріклерінің біріне айланған. Темір һәм автомобиль жоллары, энергетика һәм социалдық инфраструктураны модернизациялау, су ta'minoti һәм канализация тармақтарын жаңалау, ауыл қожалығы һәм жеке меншіктік секторларды рауажландыру һәм басқа да бағдарлар бойынша ахметлі жойбарлар әмелге асырылады һәм дауам еттірілмекте. Өзбекстан президенті һәм банк басшысы саммит шеңберінде қол қойған. Азия рауажлану банкі менен шеріклік бойынша 2030 жылға шекемгі дәуірде мөлшерленген жаңа бағдарламаға енгізілген улума бағасы 12,5 миллиард долларлық жойбарларды өз уақытында һәм нәтижелі әмелге асыру ахметлі екенлігі атап өтілді. Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Мирзиёев 9 май күні Москва қаласында 2-ші жер жүзілік ұрыстағы жеңістің 81 жылығына бағышланған салтанатты ләжда қатынасты. Қызыл майданда жеңіс парады болып өтті. Онда Беларусь президенті Александр Лукашенко, Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев һәм басқа да сырт ел делегациялары басшылары қатынасты. 2-ші жер-жүзілік ұрыстағы жеңіс миллионлаған инсандардың теңсіз мәртлігі, ерлігі һәм падайлығы есебіне қолға кіргізілгені ұлы тарихи уақия болып есептеледі. Бұл улума жеңіске Сауаш майданында һәм фронт артында хақиқи қаһармандық көрсеткен Өзбекстанның көп миллетлі халқының да мұнасып үлесі бар. Мәртлік һәм әскери шеберлігі үшін Өзбекстанның 214 мыңнан астам әскер һәм офицерлері жауынгерлік ордені һәм медаллары менен сыйлықталды. 301 оталасымызға Совет ауқамы қаһарманы атағы берілді. Және 70 шан-шарап орденінің толық кавалері болды. Өзбекстан халқының фронт артындағы үлкен минеті жеңіске өз үлесін қосқан. Республикамыз фронттағы сенімлі таянышына айланып, азық-ауқат, киім-киімчек, дәрі-дарман, құрал-жарақ һәм басқа да зарур өнімдерді жеткеріп берген. Қысқа мүддетте Өзбекстан аймағында 170-тен астам эвакуацияланған кархана жайластырылып, қорғану санатының тұрақлы ісі тәмінленген. Енді частный клиникаларда бейпул болады. Емлену қаражетлері һәм мемлекеттік емес медицина шөкімдері үшін белгіленген бірден-бір базалық тарифтен бюджет есебінен қапланады. Осы жылдың 1 июль сәнесінен басылап, президент парманымен жеке медициналық шөкімдер мемлекеттік медициналық қамсыздандыру һәм берілген лицензия шеңберінде мемлекеттік бюджет қаржылары есебінен науқасларға медициналық қызмет көрсетуге рұқсат берілген. Онда жеке меншік клиникалар лицензиясында назарда тұтылған барлық бағдарларда медициналық қызмет көрсетуі мүмкін болады. Емлену қаржетлері һәм мемлекеттік емес медициналық шөкімдер үшін белгіленген бірден-бір базалық тарифлер бойынша бюджет есебінен қапланады. Бұндан тысқары науқасларды мемлекеттік медициналық қамсыздандыру қорынан ажыратылған қаржылар шеңберінде қанегелестірілген хирургиялық әмелиятты өткеру үшін медициналық шөкімдерге жіберу тәртібі енгізілмекте. Сізге жеткенмекші болған хабарларымыз әзірше осылардан ібарат еді. Келесі хапте біз ұшында, сіз ұшында хош хабарларға толы болсын. Мемлекетіміз әрдайым тыныш, аспанымыз ашық. Улума халқылық жеңіс күні және бір мәрте құтлы болсын.